Жігіттер, бір нәрсені айтайыншы. Өткенде мен айтқан бір видео жолдауымда айтып едім. Қорқып өмір сүрген адам ол өмір сүрмеген адам депші. Одан кейін мына жерде мұсылманшылық туралы айтып жатсыңдар ғой, енді біздің қазақтар өзі мұсылман халық қой. Мұсылман адам қандай болу керек деген сұрақты адам қою керек те негізінде өзіне. Мұсылман адам бірінші кезекте отансүйгіш патриот болу керек. Ол ең бірінші кезекте сондай болу керек ол. Ал намазы оның, ол Құдай мен екеуінің арасындағы мәселе. Ол біреу оқи ма намазды, оқымай ма, ол деп сұрауға да біз хақымыз жоқ негізі. Намаз оқисың ба, оқымайсың ба деп сұрауға да хақымыз жоқ біреуге. Бұл өзінің мәселесі, жеке мәселесі ол. Одан кейін бұл намаз демекші, біздің имамдар қазір өте бір сондай бір жол ұстанған, тозақпен қорқытып, жәннатпен қызықтырып, сауаппен қызықтырып, сөйтіп алып келеді адамдарды намазға мысалға. Қазір намаз оқып отқанның любойынан сұрады, не үшін оқисың мына намазға, қалай келдің десең, деп ойланып тұрған кезде айтасың, сен тозақтан қорқып, жәннатқа қызығып келдің ғой осы намазға, солай емес пе десең, иә дейді мысалға. Ал шын мәнінде бұл адам намазды ар ұятымен оқу керек. Біздің бір ата бабаларымыздың мені Құдайға сиынғанын, Құдайға қалай дұға қылғанын мен бір әдебиеттен оқыдым. Бір жаңағы әулие Құдайға дұға қылады, сонда айтады, мен сенің алдында 50 жыл намаз оқыдым дейді. Егер осы 50 жыл оқыған намазымды тозақтан қорқып оқысам, онда мені тозаққа жібер дейді. Ал егер жәннатқа кіру үшін оқыған болсам, онда мені жәннатқа кіргізбе. Сауап үшін оқыған болсам, онда маған сауап жазба дейді. Мен бұл намазымды дейді, 50 жыл бойғы намазымды ар ұятыммен оқыдым дейді. Сен маған бұны жүктедің міндет қылып, парыз қылып. Мен сол ар ұятыммен оқыдым бұны дейді. Құдай тағаланың өзі ар ұяты күшті адамды жақсы көреді негізінде. Мен өткенде де айтқам, біздің дін бұл ислам діні деген. Бұл ар ұяттың діні бұл. Әдеп пен мәдениеттің діні. Жаңағы әділетсіздікпен күресетін намыстың діні бұл керек болатын болса. Мұсылман адам бірінші кезекте отансүйгіш патриот болу керек. Әділетсіздікпен күресетін намысқой болу керек. Одан кейін кішкене сауатты болу керек. Қазір сауат жоқ қой біздің адамдарда. Мешітке барып отырасың, құлақ молдалары бәрі. Құлақ молдалары деген бар екен негізінде. Бұрын заманда болған екен де сондай құлақ молдалар. Олар өздері әріп танымайды, хат танымайды. Оларға әріпті, хатты танитын біреу келіп, мысалға Құранды оқып береді оларға. Олар содан құлағыменен тыңдап, сол құлағыменен имам болған адамдар да көбісі. Құлақ молда деген сол өзі оқымаған, біреудің оқып бергенінен түсініп, түйіп сондай болған, мысалға. Сондықтан ол құлақ молдасы қазір көбейіп кетті. Былайша айтқанда құлақ дүбәралары көбейді қазір. Мына осы діннің атын жамылған бәлелер мысалға. Адам деген сауатты болу керек, саяси сауатты болу керек, діни сауатты, мысалға, тарихи сауатты мысалға. Адам оқу керек осының бәрін. Негізі біздің елде баяғыда оң өзгеріс болушы еді негізінде. Бірақ оң өзгерістің болмай тұрғанына ең бірінші себеп мынау діннің кесірі. Мына біздің діннің атын жамылып, мына фарисей имамдар. Мен бұл фарисей имамдар жайында да әбден зерттеп білдім. Сонау тарихтан бар зат болар негізінде. Фарисей имамдар бұрыннан бар негізінде. Адамзат баласы бірінші Санжар Керімбай жақсылап тұрып айтып берген бұл фарисейлер жайында. Адамзат баласы бірінші жаңағы тирандардан зардап шексе, шон теңіз шегі жоқ зардап шексе, екінші осы фарисейлерден зардап шекіп келатыр адамзат баласы. Фарисейлер деген адамдардың сондай бір ең жиіркенішті отрядына жататын сондай топ. Олар кімдер олар? Олар кәдімгі иманның шапанын жамылып, екі сөзінің біріне Алла тағаланың атын қосып сөйлеп, адамдарды таңдау еркінен айырып, соңында сол қоғамды құрдымға кетіріп тынады. Сөйтіп тағына енді осыған сабыр, шүкір деп тәубе еткендер жәннатқа барады деп, одан ары қарай соға береді, сөйтіп халықты алдауын жалғастыра береді. Бірақ өздері астың асылын жеп, тонның қамқасын киюден алдына жан салмайды дейді. Мысалы, Санжар Керімбай айтады. Бұлар рас нәрсе негізінде. Мысалға, қазір біздің Қазақстандағы діни басқарма, мысалға, Абу Ханифа мазхабын ұстанамыз дейді. Бірақ Абу Ханифа деген сол имам ағзамның өмірбаянын зерттеген адамдар бар ма осы араларыңызда? Мысалға, мен аз кем зерттеп көрдім сол кісінің өмірбаянын. Имам ағзам Абу Ханифа ешқашан өзінің замандағы зұлым патшаға бағынбай өткен адам ол сол кезде. Мына халықты маған бағындырып берген,
халықты мен уысымда ұстайтын болайын, мен саған қызмет берейін, барлық жағдайыңды жасайын деген кезде имам мағзам бұған келіспеген. Сол үшін имам мағзамды жаңағы зынданға қамап, аштықта ұстап, суықта ұстап, мысалға арқасына дүре соғып, сондай қорлық көрсеткен сол кезде. Соның зиянынан ол өмірден өткен адам негізінде. Сол зұлым патшаның қолынан өлген адам имам ағзам деген. Бірақ ол имам ағзам өзінің ар ұятын барлығынан жоғары ұстады бұл жерде. Біздің дініміз негізінде ар ұяттың діні, мына ислам діні бар ғой жалпы. Бұл деген мынандай өтірік тәубешкір фаризейлердің діні болып кетті бүгінгі таңда. Бірақ шын мәнінде біздің ислам діні ар ұяттың діні бірінші кезекте. Мысалға, намыстың діні керек болатын болса. Ал мына қазіргі имам ағзамның жолын ұстанамыз деген бүгінгі имамдар мүлдем басқа жолға түсіп кетті қазір. Имам ағзамның жолынан мүлдем басқа арнаға қарай түсіп кетті қазір. Оны мына діни сауаты бар кез келген адамдардың бәрі айтып жүр, соның ішінде мен де айтып жүрмін қазір. Мына ислам мемлекетіміз, мұсылманбыз деп жүрген өзбектер бар, тәжіктер бар, түркмендер бар, қазақтар бар, әзірбайжандар бар. Барлығы осындай тиран жаңағы зұлым билеушілердің табанына жаншылып, мысалға, экономикасы тұралап, тіпті жойылып кетудің алдында тұрған елдерге айналып жатыр қазір, мысалға. Қараңдаршы, Әзірбайжанда, мысалға, Гейдар Алиев деген адам бар еді, бұрынғы президенті. Сол өзінің орнына қазір Ильхам Алиевті қалдырып кетті. Бұрын Гейдар Алиевтен зардап шеккен халық енді мынау Ильхам Алиевтен зардап шегіп жатыр қазір, мысалға. Енді Ильхам Алиев қыздарына дейін министр қылып қойып қазір, алдағы уақытта ол да баласын тастап кетуді ниет етіп жүр қазір билікке, мысалға. Дәл сол сияқты Тәжікстанда да жағдай сондай болып жатыр. Тәжікстанның халқы босып кеткен бүгінгі таңда. Жұмыс іздеп шетелге ағылып, барлығы елінде азамат қалмаған. Өзбекстанның да сол, мысалға. Қазақстанда да сол жағдай. Қаншама адамдар оңтүстік Кореяға, жан-жаққа кетіп қалып жатыр. Мен айтайын дегенім, жалпы, біздің бұл нені көрсетіп тұр? Біздің дініміздің мүлдем басқа арнаға түсіп кеткенін. Мен үнемі айтамын осы күнге дейін. Біздің дініміз негізінде біздің халықты қараңғылықтан жарыққа алып шығатын дін негізінде да. Ислам діні сондай болу керек. Бірақ өкінішке орай бүгінгі таңда біздің ислам діні жарықтағы халықты керісінше қараңғылыққа апарып тығатын сондай, былайша айтқанда, көп адамдардың жиіркенішін туғызатын дінге айналып кетті. Бұған біздің ислам дінінің ешқандай да айыбы жоқ. Бірақ сондай өтірік пәтуалармен, өтірік уағыздарменен оған айыпты мына бірінші кезекте фарисей имамдар бұлар, мысалы. Біздің пайғамбарымыздың айтқан хадисі дұрыс. Тозаққа ең бірінші кіретін осы жаңағы имамдар деп, именно фарисей имамдар жайында айтқан негізінде бұл жерде. Сондықтан мен айтайын дегенім, дін ешқашан мынау ақылға үкім айтпау керек. Мына ақылдың дінмен маталған жерінде ешқандай даму болмайды ондай жерде. Мысалға, өздерің қараңдаршы, мысалға, мына дінмен ауырмайтын мемлекеттердің бәрі даму жолына түсіп, экономикасы өсіп, қарыштап дамып кетті. Мысалға, оңтүстік Корея, мысалға, кезінде егемендік алғашқы рет осы демократиялық жолға түскен кезде территориясы кішкентай ақ, сол кездің өзінде 50 мың халқы бар, мысалға. Біздің Қазақстан сияқты қазба байлығы мол емес, қазба байлық жоқ, нөл. Шаруашылыққа да қолайсыз, таулы аймақта орналасқан жер жаңағы территориясы. 50 миллион халқы бар, өте кедей, сіңірі шыққан кедей жағдайда тұрған халық, мысалы. Бірақ соны олар алып шықты, мысалы, Америкамен одақтас болды, қарызға ақша алды, Америкадан заводтар салды. Қазір біздің ұстап жүрген сотовый телефонымыз, мініп жүрген машинеміз, холодильнигіміздің бәрі сол Южный Кореядан келеді, мысалы. Қандай қарыштан дамып кетті, мысалы. Себебі олар дінмен ауырған жоқ та, көріп тұрсыңдар ма, мысалы. Мысалға, дінмен ауырмайтын Украина, Грузия, кеше ғана армяндар осы Әзірбайжандардың көршісі, Саркисян деген президентін қуып шықты, мысалға, елден, мысалға. Көрдің ба? Мысалға, елінде осылайша әділдік орнатып жатыр да. Біздіңкілер мына патшаға қарсы шығуға болмайды, басқа қылуға болмайды, тәубе, шүкір, жаңағы деген сабыр деген жаттанды сөздермен халықты отырғызып тастады, кәдімгі бар ғой, мына жерге отырғызып жерге тығып жіберді. Мысалға, қалай осыны біздің адамдар көрмей отыр? Айтсаң түсінбейді, мысалға. Одан кейін жаңағы бір ойшылдың айтқан сөзі бар ғой, өмірде ең оңайы өзіңді өзің алдау дейді. Өмірде ең оңайы ол өзіңді өзің алдау. Біздің жігіттерге имамдар тек патшаға қарсы шығуға болмайды деп айтып жатқан жоқ қой. Қызға баруға болмайды, ұрлық жасауға болмайды,
өтірік айтуға болмайды, арақ ішуге болмайды деп жатыр. Бірақ біздің жігіттер қызға да барады, арақты да ішеді, ұрлықты да істейді, жаңағыдай өтірікті де айтады. Бірақ именно осы патшаға қарсы шығуға болмайды деген кезінде тақуа болып қала салады да біздің жігіттер. Міне өзін өзін алдау деген осы, міне надандықтың көкесі бұл шын мәнінде. Ал жалпы біздің ислам дінінде патшаға қарсы шығуға болмайды деген ондай пәтуа жоқ негізінде. Мен оны қолмен қойғандай керек болатын болса дәлелдеп бере аламын дәл осы жерде. Просто оған мен мына уже 7 минуттан асып кетіпті. Мен енді уақыттарыңызды алмайын көп. Просто мына жаңағыдай ғана діни дүбараның сөзіне қарсылығымды осылай білдіріп жатырмын да, мен мына жерде түсіндіріп айтуым керек халыққа мына жерде. Осыны білетін адам ретінде. Жаңағы Әбдіғаппар Сманов деген нөмір 1 фарисей бар біздің Қазақстанда. Соның айтқан сөзі бар. Жаңағы керек болатын болса Омар деген сахаба бар ғой, кәдімгі. Біздің пайғамбар өмірден өткеннен кейін орнына Әбу Бәкір Сыдық келеді. Әбу Бәкір Сыдық 3 жыл ел басқарып болды, өмірден өтеді. Соның орнына Омар сахаба келеді. Сол Омар сахабаға мысалға жаңағы елдің алдына шығып, егер мен әділетсіздік істесем не істейсіңдер деп, сол Омар сахаба солай айтқан кезде бір сахаба орнынан тұрып, жаңағы егер әділетсіздік істесең басыңды аламыз мына қылышпен деп қылышын жалаңдатып көрсетеді сол жерде мысалға. Сонда сол сахаба патшаға қарсы шығыпты ма, әлде басшыға қарсы шығыпты ма мысалға. Біздің дінде ондай жоқ, керісінше. Біздің мұсылмандар қайтаға әділетсіздікпен күресетін болу керек еді. Жаңағыдай ар ұяты күшті болу керек еді. Жаңағы ақылы діннен үстем тұру керек еді. Жоқ, қазір барлығы кәдімгі діни дүбәралыққа айналып шыға келген, кәдімгі ақылдарын дінмен матап тастаған барлығының. Міне бұндай осындай қоғамға айналдық қазір. Міне бүгін енді Қытайға жұтылып кетудің алдында тұрмыз. Оны имамдар өздері де мойындайды керек болатын болса. Біз Аллаға да жақпайтын халыққа айналдық, бізге тіпті Алла да біздің сөзімізді сөйлемейді деп. Имамдардың өзі айтып жүр осыны мысалға. Оны мен де айта аламын. Шынымен де біз қазір Құдай тағалаға ұнамайтын халыққа айналдық негізінде. Бұндай халық жоқ болып кетеді жер бетінен, тарих бойынша негізінде. Жойылып кетеді. Қазір дүние жүзіндегі мына алпауыт елдердің бәрі осы Орта Азия елдері бар ғой. Соның ішінде біздің Қазақстанда бар. Осы елдер ең әлемдегі жойылып кетудің алдында тұрған елдердің біріміз негізінде біз. Бірақ оны біздің тобас қазақтар оны түсініп жүрген жоқ мысалға. Жаңа ғана магазинге шыққам, дүкенге. Барсам бір 12 жігіт па, 13 жігіт па, жаңағы ақырға жиналған қойдай болып, жиналып алғанда отырып карта ойнап отыр ана жерде. Оларда сенің еліңде болып жатқан лас саясат, оның біреуімен ісі жоқ. Ана 5 баланың өртеніп кеткені, жерімізге Қытайдың кіріп жатқанымен шаруасы жоқ, карта ойнап отыр ақшаға. Бір-бірлерін атарға оғы жоқ мысалға. Міне осындай жағдайда өмір сүріп жатыр. Жігіттеріміздің бәрі өтірік жаңағы көшенің түсінігімен жүр қазір. Нашаға отырып қалған қаншама жігіттеріміз мысалға. Оны тәрбиелейтін әкенің жағдайы анау, шешесінің миы жоқ мысалға. Сондай елге айналып кеттік бүгінгі таңда өкінішке орай. Жақсы сау болыңыздар. Мен просто ең аз сөйлегендегі, тез сөйлегендегі уақытым өзі осы. Айтсам 1 сағатқа дейін айта беремін, уақыттарыңызды алмай қояйын. Енді айтыпсың жаңағы маған ұрысқан имам жайында да мысалға. Енді көрдік қой имамның маған қалай ұрысқанын. Бізге тек қана имамдар ғана ұрыспайды. Осы ел, біздің елде болып жатқан мына сайқал саясатқа қарсы күрескен, мынау жаңағыдегі оспадар саясатқа, құйтырқы саясатқа қарсы күрескен кез келген елім жерім деген азаматты полиция да ұрсады, КНБ да ұрсады, әкімшілік қызметкерлері де ұрсады. Қазір енді мына имамдар да қосылыпты бізді ұрсуға. Демек, бұл имамның деңгейі де сол жаңағы полиция КНБ-ның деңгейінде тұр деген сөз қазір. Солай өзі де солай, оны басқа енді айтар ақтап алатын жол жоқ бұның. Өткенде ана топтарыңнан шығып кеткен себебім, ана топта кәдімгідей дінмен ауыратын жігіттер отыр да. Мен түсінетін едім, егер олар жаңағы ата-бабамыздың жолменен ауыратын, ата-бабамыздың жолын іздеген жігіттер болатын болса, мен әрине оларды қолдар едім, қос қолдап қолдар едім. Бірақ өкінішке орай ана жерде кәдімгі парсылық дінмен ауыратын кәдімгі. Парсылық ақидаға әбден милары уланып қалған жігіттер отыр екен. Сол себепті ол топ маған ұнамаған себебі сол. Енді ішінде тіпті біреуі керек болатын болса, қып-қызыл салафиттің жауабын әкеліп салғанда маған мысалға. Енді сонда осы салафименен жаңағы шатақ дінде жүргендерді, мына жаңағыдай парсылық ақидада жүргендерді ажырата білмеу үшін адам енді қаншалықты білімсіз болу керек, өзің ойлашы мысалға осы жерде.
Мен саған қазір барынша қысқаша қылып айтуға тырысайын осы жерде. Біз қазақтар жалпы, мына Орта Азия халықтары, біз жаңағы имам ағзам Абу Ханифа мазхабының ішіндегі Матруди мазхабындағы халықпыз негізінде. Матруди мазхабы жайында естуің бар ма сенің? Мына біздің имам ағзам жаңағы имам ағзам Абу Ханифа мазхабынан бөлек тағы да 3 мазхаб бар, дұрыс па? Жаңағы Малики мазхабы бар, Ханбалы мазхабы бар және Шафиғи мазхабы бар. Осы 3 мазхаб осы біздің Ханафи мазхабынан бөлек. Бұлар жылқының етін жемейді, қымызын ішпейді. Бірақ біз Абу Ханифа мазхабында жылқының етін жейміз, қымызын ішеміз. Енді бұл жаңағы 3 мазхаб біздің Ханафи мазхабынан басқа. Бұл үшеуі де Ашқари мазхабымен жүреді негізінде. Негізгі 2 ақида бар ғой негізінде. Ашқария ақидасы бар және осы Матруди ақидасы бар. Біздің имамдардың кез келгенінен барып сұрасаң, біздің қазақтар қандай ақидада болу керек деп сұрасаң, осы Матруди ақидасында болуымыз керек біз негіздеп солай айтады. Және осы ақидадамыз деп айтады негізінде. Ал имамдар айтады, жаңағы сөз жүзінде ғанамыз дейді, бірақ дейді, бұл Матруди ақидасында дейді. Іс жүзінде біз жүргізіп жатқан уағызымыз жаңағы Ашқария ақидасы дейді мына жерде. Ашқария ақидасы мен Матруди ақидасының мен басты айырмашылықтарын айта кетейін осы жерде. Ашқария ақидасы деген бұл парсылық ақида негізінде. Арабтар, парсылар, мынау сол жақтың бәрі осы Ашқария ақидасын ұстанады. Ал Матруди ақидасында мына осы Орта Азия халықтары ұстанады бұл Матруди ақидасын. Тағы да басты айырмашылығы мына Ашқария ақидасы ақылды дінмен нақты матайды бұл жерде. Ақылдың қажеті жоқ дейді. Алла айтты, болды істеуіміз керек деп солай түсінеді мысалы. Ал Матруди ақидасы жоқ, ақылды дінмен матамайды. Керісінше ақылды діннен жоғары қояды Матруди ақидасы. Енді осы жерде талай қызықтар болған. Қазір енді бұл үлкен дауға айналды ғой. Ал шын мәнінде бұл дау баяғыда ата-бабамыздың заманында болған және сол кезде бұл дау шешілген негізінде. Матруди ақидасы менен Ашқари ақидасының шекарасы сызылған. Ашқарилықтар біздің жерімізге кірмейді. Біздіңкілер олардың жеріне кірмейтін болып, сол кездегі билік басында отырған хандардың келісімімен солай келісілген, шекарасы сызылған. Бірақ кейін мына Матруди ақидасын большевиктер әбден талқандағаннан кейін біздің жерімізге осы Ашқари ақидасы кірді. Қазір біздің имамдардың жүргізіп жатқан уағыздарының бәрі түгел осы Ашқари ақидасы. Яғни ақылды дінмен матау ақидасын айтып жатыр. Бұл біздің ата-бабамызға мүлдем келмейді. Мысалға, ерен мен саған бір нәрсе айтайыншы, тура осы сен отырған жерде мысалға. Сол сенің жан-жағыңдағы өткендегі топта отырған балдар мысалға. Мына пәтуаға құдайдай сенеді мысалға. Мен саған айтайын. Мысалы, сен әйеліңе талақ деп 3 рет айтасың да ажырасып кетесің. Солай ма? Солай. Сендер осыған сенесіңдер. Кез келген адам сенеді біздің елдегі мұсылманмын деген осыған. Бірақ бұл барып тұрған топастық және сорақылық бұл. Біздің ата-бабамыз Матруди ақидасында жүрген. Бұны былай шешкен. Сен әйеліңе 3 рет емес, сен 3000 рет талақ деп айтсаң да ажырастырмайды сені. Білесің бе, біздің ата-бабамыздан мүлдем ажырасу деген түсінік болмаған. Мысалға, сен әйеліңе 10 жерден талақ деп айтсаң да, билер институты өте күшті дамыған біздің қазақтың даласында. Сонымен мына бидің алдына келесің, би ол сенің талақ деген сөзіңе қарамайды, қандай жағдайда да ажырастырмайды. Себебі ана Ашқари ақидасы бойынша мысалға, мына талақ беріп ажырасқан әйелге сен қайтып үйленейін десең, бірден қайтып үйленіп кете алмайсың оған. Заңдар өте қатал. Ол әйел барып басқа біреуге тұрмысқа шығу керек. Сөйтіп содан талақ алып ажырасу керек. Сосын барып сен оған үйлене аласың мысалы. Бұны біздің қазақтарға мүлдем әкеп таңамайсың бұл дүбәра пәтуаны мысалға. Біздің қазақтар рудан тұратын халық мысалға. Жер дауы мен жесір дауы өте үлкен дау біздің қазақта мысалға. Ол мына Ашқари ақидасыменен 3 қайнаса сорпасы қосылмайды, өліп қалса қабылдамайды оны біздің қазақтар мысалға, көшпенділер. Заңдары онсыздан мұздай кәдімгі. Шошып кетеді мына заңдарыңнан мысалға. Мысалға, сен бір рудың қызын алдың мысалға. Сөйтіп оған талақ беріп ажырастың. Сөйтіп ол сенен ажырасты да, саған қайтып үйленейін десе, бірақ ол басқа бір рудың жігітіне тұрмысқа шығып, содан талақ алып келіп барып саған тию керек мысалға. Ол ана жігіттен аяғы ауыр болып кетсе мысалға. Ондай қандай жағдай болады?
Ондай түсінік жоқ бізде. Әйеліңнің басқа біреуге тиіп қайтып келіп саған тию деген ондай понятиені өлтіріп тастайды. Біздің көшпенділер бар, ондай миына кіргізе алмайсың ондайды. Сондықтан ажырасу деген түсінік жоқ бізде. Біздің қазақтарда сондай болған бұрын. Талақ деген понятияны солай шешкен. Бұл Ашқария ақидасының өкілдері мен біздің Матурidi ақидасының өкілдері сол кездегі хандардың, ел билеуші жаңағы патшалардың алдында тұрып кәдімгі апталап айлап айтысқан сол жерде. Сөйтіп сол жерде келісіп, екі жақ бір-біріне өтпейтін қылып шекарасын келісіп тарқасқан. Енді қызықты қара. Мысалға, осы жаңағыдегі Ашқария ақидасы деп айтып жатырмын ғой, мысалға. Бұлар сол кезде айтысқан кезде мынандай нәрсе болады. Сақал қойып келеді, сақалдары жалбырап кеткен, кәдімгі көкірегіне түсетін сақалы бар. Біздің Матурidi ақидасы бойынша мына жұдырық бар ғой, кәдімгі мына бес саусақтың несінен артық 4 елі дейміз ғой мына. Содан жаңағы аспау керек сақалды, мысалы осындай деңгейде ғана қысқартып, әдемілеп қояды. Аналар келеді жаңағы ашқариліктер, сақалдары жалбырап, жаңағы парсылық арабтар мысалға. Сол жерде анау келіп айтады, менің дейді сақалым ұзын себебі мен пайғамбардың сүннетін ұстанып отырмын дейді. Оған мына біздің матуридилік өкілі сұрақ қояды. Сен сонда пайғамбардың қай замандағы сен сүннетін ұстанып тұрсың бұл жерде мысалға? Пайғамбар болды ғой, 40 жасындағы азамат болды, ол 50 жасында болды, 60 жасында болды, 20 жастағы жігіт болды мысалға кезінде. Сен именно қай жастағы несін ұстанып тұрсың жаңағы, сүннетін ұстанып тұрсың мысалға? Деп сұрақ қояды жаңа жерде. Оның 40 жасында сақалы қандай болды мысалға? 50 жасында қандай болды? 60 жасында қандай болды? Сен мысалға қазір осы тұрсыңда 40 жастағы жігітсің, бірақ сонда сен сонау 60 жастағы адамның жаңағы деңгейінде тұрсың ғой сен бұл жерде. 40 жастағы адам 40 жастағы адам сияқты болу керек. Мен осылай жаңағы ашқариліктерді әбден өшірген біздің Матурidi ақидасы мысалға. Одан бөлек анау айтады, мен мынандай ұзын көйлек киіп пайғамбардың сүннетін орындап тұрмын. Сен неге ұзын көйлек кимейсің дейді Матуридилікке айтады. Матуридиліктің бұтында шалбар кәдімгі. Осы көшпенділердің жаңағы әдет ғұрпына сай киінген жаңағы матуридилік адамға осылай сұрақ қояды. Матуридилік оған жауап береді. Сонда дейді, біздің пайғамбарымыздың заманында мысалға Абу Лахаб деген адам болды. Біздің пайғамбарымызды жек көрген адам, жау болған мысалға. Ол Абу Лахаб та сондай ұзын көйлек киді ғой мысалға. Мүмкін сен соның сүннетін ұстанып тұрған шығарсың бұл жерде. Біз қайдан білеміз? Ал егер біздің пайғамбарымыз осы қазақтың даласына келген болса мысалға, ол арабша киінбейтін еді ғой бұл жерде. Осы жердің жаңағы ауа райына қарап киінетін еді ғой мысалға. Деп ол жағынан да аналарды өшіреді бұл жерде. Көп әйел алушылық соның ішіндегі. Біздің матуридилік өкіл айтады мысалға. Пайғамбар бірінші әйелінің көзі тірісінде оның үстіне әйел алмаған дейді. Бірінші әйел өмірден өткен соң барып ол жаңағы басқа әйелдерге үйленді дейді. Онда давай осы жаңағы сүннет деген затқа қадалып қалатын болсаңдар, сендерді бірінші әйелдерің өмірден өткен соң барып үйлендіңдер онда дейді мысалы. Осындай көптеген қырғын айтыс болады, соның бәрінде мынау Матурidi ақидасы үстем түседі бұл жерде. Енді қара, қазіргі уақытта мына Арабияда, арабтарда кейбір біздің топастар айтады, ой, арабтар деген әбден нәпсісін жеңген сондай мұсылман халық дейді. Шын мәнінде ондай емес ол. Мысалға бүйтеді, Арабияда дейді, мүлдем қыз зорланбай деген дейді. Әлі күнге дейін бірде-бір факт тіркелмепті деп айтады мысалы. Шын мәнінде Арабияда қыздар өте көп зорланады негізінде. Бірақ ол байқұстар полицияға келіп шағымдана алмайды. Себебі ол өзінің зорланғанын дәлелдей алмайды. Себебі олардың заңы бойынша, олар енді өздерінше заңдарын шариғи етіп қойған ғой, Құранға сәйкес қылып мысалға. Жаңағы бір адамға байланысты Құранда түскен аятты мысалға, олар бүткіл адамзатқа арнап қойды қазір, Арабияның заңы да мысалға. Мысалға, ана әйел полицияға барып мені зорлады деп шағымданса мысалға, олардың заңы бойынша 3 адам куәгер болу керек. Сені зорлаған 3 адам сені зорлап жатқан кезде, яғни жаңағы әйелді зорлап жатқан кезде, оны 3 адам көріп тұрған болу керек та. Осы ақылға сыя ма мысалға? Өзің ойлап қарашы. Мысалға. Мысалға ол жаңағы пайғамбардың заманында түскен аят. Тек біздің пайғамбарымыздың әйеліне байланысты түскен аят негізінде. Пайғамбарымыздың ең кішкентай әйелі керуенмен келе жатып, керуен тоқтайды ғой жолда дәрет алуға мысалға. Сол кезде еркектер мына жаққа, әйелдер мына жаққа барып дәрет алған кезде, жаңа пайғамбарымыздың ең кішкентай әйелі жаңа дәрет алып атып, мойыншағы үзіліп кетеді да. Сол мойыншағы енді ол уақытта қымбат қой мойыншақ деген. Соны теріп жатқан кезде уақыт өтіп кетеді да.
қайтып келсе керуен уже тұрып кеткен. Себебі ана жаңағы тоқтаған уақытта азғантай уақытқа тоқтағанда бір 5-10 минутқа ғана. Сөйтіп келсе керуен жүріп кеткен. Бірақ бір ғана сахаба әлі жүрмеген, бұл түйесін ерттеп жаңа жерде дайындап жатқан. Ол сахаба да енді кешігіп келсе керек та жаңа жерге. Қараса пайғамбардың кішкентай әйелі келе жатыр жаңа жерге. Сөйтеді да, сен де қап қойдың ба дейді да, онда отыр мына түйеге деп, түйеге отырғызып алады да, ана пайғамбардың кішкентай әйелін. Өзі түйені жетектеп, сол керуеннің соңынан жүріп отырады. Жолда ана керуен екі адамымыз жоқ деп тоқтайды, кеш уақыты болып қалған. Қараса арт жақта жаңағы сахаба пайғамбардың ең кішкентай әйелін түйеге отырғызып алып келе жатыр. Сол кезде ел жұрт, бұлар жаңа бей уақытта неге жалғыз қалды, неге бұлар артта келе жатыр деп адамдардың ішінде күдік оянады, және ол кәдімгідей үлкен дауға айналады, кәдімгі өсекке айналады. Сол кезде біздің пайғамбарымыздың өзі жаңа жерде не айтарын білмей кішкене қысылып қалады. Сол кезде осы аят түскен болатын негізінде. Егер сендер осы пайғамбардың әйелін зорлады деген күдіктерің болатын болса, онда 3 куәгер алып келіңдер. Соның әйелі жаңағы сахабаменен жаңағы жыныстық қатынасқа түскенін жаңа көрген 3 куәгерлерің болса ғана ол есептеледі. Басқа жағдайда есептелмейді деп, сол кездегі Құдайдың қатал несі түседі жаңа жерге. Аяты келеді да, мысалға. Енді соны бүткіл адамзатқа арнап қоюға бола ма? Өзің ойлашы, мысалға. Олай емес қой, мысалға. Керек болатын болса, Құранда ұрлық істеген адамның қолын кесіңдер дейді. Бірақ сол заманда Омар сахаба ұрлық істегендердің қолын кестірмей тастайды, мысалға. Оны әр уақыты болады өзінің. Соған да қарау керек бұл жерде. Оны түсінбейді қазіргі мына жындылар бар емес па, мысалға. Бұндай қызықтар толып жатыр мына жерде. Одан кейін бұл Ашқария мазхабында мысалға тағдыршылдыққа сенеді бұлар. Тағдыршылдық. Бірінші кезекте бұларда. Біздің Абу Ханифа мазхабынан бөлек 3 мазхабта осы тағдыршылдықпен бастары қатты ауырып қалған, мысалға. Осыған сенеді. Мысалға кезінде Езид деген патша, мысалға, билікке таласып, Әзірет Әлидің 2 баласын өлтіріп тастайды. Хасан және Хусайын деген пайғамбарлар, біздің пайғамбарымыздың немерелері олар. Екеуін өлтіріп тастайды, мысалға. Біреуін у беріп өлтіреді, біреуін кәдімгі қолдан өлтіреді. Бұны естіген халық кәдімгі дүр көтеріледі жаңағы неге, патшаға қарсы да жаңағы жерде. Сол кезде халықтың өзіне қатты көтеріліп жатқанын көрген патша мынандай құлыққа барады жаңағы жерде. Құдай дейді, Алла тағала дейді, әлемді білуші сипатымен жаратқан дейді. Ол біздің барлығымыздың маңдайымызға тағдыр жазған дейді. Менің тағдырыма осы 2 баланы өлтіру жазылыпты дейді. Шын мәнінде бұған менің ешқандай да кінәм жоқ. Бұны Алла тағала өлтірді. Тек менің қолыммен өлтірді бұны. Барсаңдар Алла тағалаға барып айтыңдар арыздарыңды. Мен өлтірген жоқпын ол балдарды. Ол менің қолыммен Алла өлтірді деп, содан айыптан сытылып шығып кетеді жаңағы Езид деген бәле. Сондай жағдай болады да, сөйтіп құтылып кетеді ол. Соны мысалға біздің Абу Ханифаның заманында мысалға дәл соны сен дұрыс деп айт деп, сол кездегі патша мысалға біздің Абу Ханифаға айтады. Сол Езидтің әрекетін, Хасан мен Хусайынды өлтірген әрекетін дұрыс деп айт, себебі ол тағдыр дейді жаңағы жерде. Сол кезде біздің Абу Ханифа жоқ дейді. Ол тағдыр емес дейді. Ол саналы түрде билікке таласып, өзінің нәпсісі үшін өлтірді пайғамбардың 2 жиенін. Сондықтан ол ешқандай да айыптан құтылып кетуге тиісті емес, ол жаза тарту керек ол жерде дейді. Сол үшін Абу Ханифаны зынданға қамап, арқасынан дүре соғып, суықта ұстап, аштықта ұстап, қолдан өлтіреді кәдімгі. Егер сол жерде біздің бабамыз жаңағы Абу Ханифа сол жерде қорқып, қазіргі имамдар құсап жағымпазданып, сол патшаның айтқанына иліге кеткен кезде, қазір осы жағдай біздің де басымызда тұратын еді, тағдыршылдық деген. Бірақ осы тағдыршылдықтан бізді құтқарған Абу Ханифа болды бұл жерде қазір. Абу Ханифаның шәкірті имам Матурди болды, мысалға. Қылмыс деген адам жаза арқылау керек қой, солай емес па? Қазір біздің президентіміз келеді да, мына Зұлым Назарбаев. Келеді да халықты қырып салады да, бұны мен қырып салған жоқпын, бұны Алла тағала қырып салды. Керек болатын болса, ол Аллаға сенбесе де халықты алдау үшін мысалға осындай өтірік қадамға бара салады. Оларды Алла қырды мен қолыммен дей салады да, сөйтіп құтылып кете салу керек па сонда? Мысалға жерімізге Қытай кіріп жатыр, оны Құдай біздің тағдырымызға жазған деп, одан да құтылып кету керек па сонда? Бұндай нәрсе жоқ, бұндай дүниеде баралық деген осы бұл жерде ерін. Сондықтан мына менің айтып отқан сөздерім, мен шет жағасын ғана айтып отырмын барынша қысқаша.
ана топтағы азаматтарға жібер, тыңдап көрсін. Мүмкін қабылдаса қабылдайды, қабылдамаса қабылдамайды. Бірақ айтатын сөзім нақты. Біздің ата бабамыз Матруди ақидасында болған. Болды. Ашқари ақидасы бүгін келіп кіріп жатыр біздің қазақтың даласына. Өкінішке орай, сен де сол жерде отырған топтағы жаңағы дінмен ауырып жүргендердің барлығы, мешіттердегі отырған жамағаттың барлығы Қазақстанда осы Ашқари ақидасына сеніп, осымен милары ауыртпаған. Осы арқылы өзінің ата бабасының жолынан айнып кетті. Осыны қалай түсіндірсек болады халыққа? Осы жерде өзің айтшы мысалға.